Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін қолжетімді заттардан дайындалатын жасалу жолы да өте оңай, көрінісі де әдемі осындай дәмді торт дайындаймыз. Торт шынымен де өте жұп-жұмсақ, дәмді болып шығады. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға бір стақан айранымызды, ас содасын салып, кішкене көбіктенгенін күтеміз. Сосын үстіне 2 жұмыртқамызды, қантымызды салып, барлығын бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізілген жоғары сұрыпты ұнымызды салып, оны да жақсылап араластырамыз. Бір келкі болғаннан кейін үстіне сұйық майымызды қосып, және 2 ас қасық какаоны салып, бір келкі масса болғанша араластырып аламыз да 35-40 минут шамасында қызған духовкада пісіріп аламыз. Бисквитіміз толықтай суы керек. Оны 2 немесе 3 бөліктерге бөліп аламыз. Шетін әсемдеуге ұнтақтап аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Креміне қайнатпалы кремге 1 жұмыртқа, 1 стакан қантымызды салып араластырамыз. 2 ас қасық ұн немесе жүгері крахмалын қосып араластырамыз. Алдын ала сүтімізді жылытамыз да, сол жылыған сүтімізге ванилинді қосып, жылыған сүтімізді жаңағы ұнды массамызға, жұмыртқалы массамызға, яғни креміне аз-аздан құйып отырып, сұйық күйге енгенше араластырамыз. Және оны қалған сүтке қайта қосып, қоймалжың крем болғанша араластырып аламыз. Бір тегіс болу керек. Енді қайнап шыққаннан кейін сразу өшіріп, қайта басқа ыдысқа салып, үстіне сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз да толықтай суығанша қойып қоямыз. Толықтай суыған қайнатпалы кремімізге 400 грамм қаймағымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Мен 20% қаймақты қолдандым. Дайын болған кремімізді осылай коржларымыздың үстіне жағып, барлығын үстіне бір тегістеп жағып шығамыз. Бұл тортқа жай ғана қайнатпалы кремді де пайдалана беруге болады. Немесе басқа крем түрлерін пайдалансаңыздар да болады. Шет-шетін осылай қалған үгінділермен шет-шетін осылай әсемдеп, бетін жаңғақпен немесе шоколадпен әрлеулеріңізге болады. Дайын болған тортымызды 2-3 сағатқа холодильникке қойып қоямыз, және шәйге ұсына беруге болады. Өте жұмсақ және өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.